Мен Кадимова Арзугүл, 10 сынып оқушысымын. Менің анам көп жыл бойы почтасы болып жұмыс істейтін. Ол мені өзімен бірге жиі алып жүретін. Маған бұл мамандық бала шақтан ұнайтын. Әсіресе адамдармен сөйлесіп, оларға көмектесу ұнады. Адамдар сыйлықпен, хатпен қуантады. Осы мамандықтың қыр-сырын үйрену үшін бар күшімді саламын. Жәмила Өтепберген қызы, Бурыл ауылдық поштасының басшысымын. Пошташы болу өте жауапты мамандық. Адресаттардың аты жөні, мекен жайлардың аты жөні дұрыс көрсетілмесе, оны уақытында ала алмайды. Қайырлы күн, құрметті достар. Менің атым Фазли. 16 жастамын. 10-шы В сынып оқушысымын. Біз білген әлемде ең қызықты мамандықтар бар. Мен үшін ең қызықты мамандық ол шаштараз. Адамдарды сұлу ету менің ең басы міндетім. Фазли бауырым, мен саған сенемін. Келешекте бәрі жақсы болады. Қайырлы күн, достар. Мен Назимов Рамил. Атақты орыстық жазушысы Маяковский айтқандай, жылдар өтеді, жасым 17-ке келеді. Сол кезде мен не жұмыс істеймін. Сол себепті мен өзімнің үлкен ағам сияқты көлік жөндеуші болғым келеді. Қазіргі уақытта ол өте кең таралған мамандық. Машиналар істеу керек, жөндеу керек. Машина ұлады бәрі, машин көп, жұмыс болады.